Баршаңызға сәлем достар. Видеомның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жұп-жұмсақ, лүпілдек нан пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ пісіріп көруді кеңес етемін. Ең алдымен бізге ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз және 1,5 қасық дрожжымызды саламыз, тұзымызды саламыз. 50 грамм қантымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Жылы суымызды шетінен құйып, жұмсақ қып ашытатын боламыз. Қыздар, жұмсақ қып билейміз, бос қып билейміз. Неғұрлым бос қып билесек, соғұрлым нанымыз жұмсақ шығады. Қолымызды осылай сулап басатын боламыз. 2-3 қайта басамыз, қыздар. Жақсылап басып аламыз да, осылай бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей қыздар, 1 сағаттан кейін нанымызды қайтадан басып, тағы жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жақсы ашығаны көрініп тұр. Қайтадан қолымызды сулап, нанымызды басып 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей қыздар, нанымыз ашып дайын тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Осы кезде табамыздың астын майлап дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қандай әдемі болып төгіліп тұрып ашыған. Нандарымызды осылай күлшелеп табаға салып алдық та, тағы бір 5-6 минутқа қойып қоямыз. Нан өзінің қалпын жібергенше, мінекей енді қолымызбен осылай басып шығамыз. Осылай басқаннан кейін де қыздар 5-6 минутқа қойып қойыңыздар. Нан сәл көтерілгеннен кейін ыстық пешке жіберетін боламыз. Сол кезде нанымыз жұмсақ көтеріліп пісетін болады. Мінекей қыздар, нанымыз дайын. Сіздер де осылай пісіріп көріңіздер. Ас